Құрметті достар, жүргізушілер және болашақ жүргізушілер. Менің атым Қуаныш. Мен Қазақстан Республикасының жол қозғалыс ережелері 2026 кітабының авторы боламын. Бұл арна сіздер тек жауаптарды жаттап қана қоймай, ережелерді шын мәнінде түсінуіңіз үшін жасалған. Мұнда біз Қазақстан Республикасының жол қозғалыс ережелері бойынша емтихан сұрақтарын талдаймыз. Жол көлік оқиғаларындағы нақты жағдайларды қарастырамыз. Күрделі және даулы жол жағдайларды қарапайым тілмен түсіндіреміз. Жүргізушілерге пайдалы кеңестер мен лайфхактармен бөлісеміз. Қысқасы, емтиханды сенімді тапсыру және қауіпсіз жүргізу үшін қажет барлық ақпарат осы жерде. Ал бүгін бізде емтихан сұрақтарының алғашқы талдауы. Кеттік. Қай траектория бойынша қозғалыс жол ережелеріне қайшы келеді? Ең алдымен біз бір жақты қозғалыстағы жолдың соңы жол белгісіне назар аударуымыз қажет. Бұл дегеніміз, осы қиылыстан кейін бізде екі жақты қозғалыстағы жолдың басталуын ақпарат ететін белгі болып саналады. Сондықтан А траектория бойынша бізге рұқсат етіледі, Б траектория бойынша рұқсат етіледі оңға бұрылуға, Е және Д траектория бойынша кері бұрылуға тыйым салынады, өйткені біз қарсы жолақ бағытына түсеміз. С траектория бойынша солға бұрылуға тыйым салынады, өйткені солға бұрылар алдында біз сол жақ жолаққа қатар ауыстыру керек болатынбыз. Сондықтан дұрыс жауабымыз А және Б-дан басқа барлығы. Екінші жолақта қозғалатын мотоцикл жүргізушінің мұндай қол сигналы нені білдіреді? Оң жаққа маневр жасау сигналы, оңға бұрылуға қосылған жарық көрсеткіштері, не болмаса жанына қарай созылған оң қолы, немесе бір жанына созылған сол қолы және шынтақтағы тік бұрышпен жоғары қарай бүгілген қолы болып табылады. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде оның оңға қарай бұрылуға деген ниетін білдіреді. Осы жағдайда сізге трамвай жолдарымен ілеспе бағытта қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі ме? Жолдың жүру бөлігімен бір деңгейде сол жақта орналасқан бір бағыттағы трамвай жолымен жүруге осы бағыттағы барлық жолақтар бос болмаған кезде рұқсат етіледі. Осы жолақтардың барлығы бос болмағандықтан дұрыс жауабы бізге рұқсат етіледі. Бұл жол учаскесінде таным белгісі бар көлікке рұқсат етілген ең жоғарғы жылдамдық қандай? Максималды жылдамдық шектеу танымдық белгісінде көрсетілген артық жылдамдықпен көлік құралының қозғалысына тыйым салынады. Сондықтан дұрыс жауабы сағатына 70 км. Сізге қиылыста тура бағытта жүру кезінде қандай әрекеттерді орындау ұсынылады? Жүруге жүргізуші анықтай алатын кедергі және қауіп туған жағдайда ол жылдамдықты тоқтауға дейін азайтуға немесе ол жүрісіне басқа қатысушылар үшін қауіп төндірмей кедергіні айналып өту шараларын қолданылады. Біз оң жақтан келе жатқан көлікке назар аударуымыз қажет. Сондықтан біздің дұрыс жауабымыз жылдамдықты төмендетіп және қозғалыс қауіпсіздігіне көз жеткізіп қиылысты өту. Елді мекенде ірі өлшемді көлік құралын басқаратын жүргізушісі қандай әрекеттерді орындауы тиіс? Жай жүретін немесе ірі көлемді көлік құралын жүргізушісі елді мекеннен тыс жерлерде осы көлік құралын басып озу қиындаған жағдайда мүмкіндігінше оңға ығыса жүреді. Ал қажет болған жағдайда артта жиналып қалған көлік құралдарын өткізіп жіберу үшін тоқтайды. Бізде бұл елді мекенде болып жатқан жағдай. Сондықтан дұрыс жауабы бізде сол жылдамдықпен жүруін жалғастырады. Басып озуды сіз қай жерден бастай аласыз? Темір жол өткелдерінде және олардың алдында 100 метрден жақын жерде басып озуға тыйым салынады. Бірақ өткеннен кейін тыйым салынбайды. Сондықтан дұрыс жауабы өткелден кейін сізге басып озуға рұқсат етіледі. Жүргізушілердің қайсысы аялдау ережелерін бұзды? Осы жағдайда біз жол белгілерімізге назар аударамыз. Ең біріншісі бізде бір жақты жол жүру белгісі және де тоқтап тұруға тыйым салынады деген белгі орнатылған. Ол белгілер бізге аялдауға рұқсат береді. Бірақ жолдың жүріс бөліктерінің қиылысында және жолдың қиылысатын жүріс бөлігінің шетінен 30 метрден жақын жерде аялдауға тыйым салынады. Сондықтан дұрыс жауабымыз екеуі де ереже бұзды. Осы жағдайда жүргізушілердің қайсысы тоқтап тұру ережесін бұзды? Осы жағдайда тоқтап тұруға тыйым салынады
және көлік құралының түрі жол белгілері орнатылған. Олар тек жүк көліктеріне тоқтап тұруға тыйым салады. Сондықтан дұрыс жауабымыз тек жүк автокөлік жүргізушісі. Көлік құралдары осы қиылыстан қандай реттілікпен өтеді? Қозғалысқа басқа қатысушылардың алдында басымдық алу үшін мұндай көлік құралдарының жүргізушілері көк немесе қызыл түсті жарқылдауық маяк пен арнаулы дыбыстық сигналды іске қосуы тиіс. Сондықтан сары түсті жарқылдауық маяғы іске қосылған жүргізушісі осы көліктерге жол беруге тиіс. Осы көліктер осы қиылыстан оң жақтан кедергі ережесін пайдаланып өтеді. Бірінші көлік бізге оң жақтан кедергі екінші көлікке. Екінші көлік оң жақтан кедергі үшінші көлікке. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде 1, 2, 3, 4. Тура бағытта қозғалып келе жатқандағы сіздің әрекетіңіз. Қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдақ маяк қозғалыста артықшылық бермейді және қозғалыстың басқа мүшелерін қауіп туралы ескертуге қызмет етеді. Солға немесе кері бұрылған кезде рельсіз көлік құралының жүргізушісі қарсы бағыттағы маңызы бірдей жол бойымен тікке немесе оңға жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол береді. Сондықтан дұрыс жауабымыз қиылысты бірінші болып жүріп өтесіз. Сіз солға бұрыларда кімге жол бересіз? Бұл жағдайда қиылыстан өту кезектілігі бағдаршам сигналдарымен айқындалады. Бағдаршамның рұқсат беру сигналы бойынша солға бұрылу немесе кері бұрылу кезінде рельсіз көлік құралдарының жүргізушісі қарсы бағыттан тікелей келе жатқан немесе оңға қарай қозғалатын көлік құралдарына, оның ішінде ол бұрылатын қозғалыс бағыты бойынша жолдың жүру бөлігін кесіп өтетін жаяу жүргіншілерге жол береді. Жедел қызметтердің көлігі көк түсті жарқылдауық маяк пен арнайы дыбыстық маяк қосылған кезде артықшылыққа ие болады. Сондықтан біз солға бұруларда екі көлікке де жол беруіміз міндеттіміз. Елді мекеннен тыс жерлерде сіз авариялық аялдау белгісін көлік құралынан қандай ең аз арақашықтықта қоясыз? Авариялық тоқтау белгісі немесе жыпылықтайтын қызыл шам нақты жағдайда елді мекендерден тыс жерде кемінде 30 метр қашықтықта басқа жүргізушілерге қауіп туралы уақытылы ескертуді қамтамасыз ететін қашықтықта орнатылады. Мотоцикл жүргізушісінің қолын жоғары көтеруі нені білдіреді? Маневр орындауды бастамас бұрын жүргізуші сигналдарды тиісті мақсаттағы жарық көрсеткіштерімен, ал егер олар жоқ немесе ақаулы болса, қолмен береді. Тежеу сигналы тежегіш сигналымен немесе жоғары көтерілген қолмен беріледі. Сондықтан дұрыс жауабымыз тоқтауға ниет білдіруі. Көк автомобиль жүргізушісіне осы жағдайда солға бұрылу кезінде қандай әрекеттерді орындау ұсынылады? Бұл ретте маневр қауіпсіздікті сақтай отырып жүзеге асырылады және де жол жүрісіне басқа қатысушыларға кедергі туғызбайды. Сигнал беру жүргізушіге артықшылық бермейді және оны сақтық шараларын қолданудан босатпайды. Сондықтан солға бұруларда біз сары көлікке жол беріп, солға бұрыламыз. Дұрыс жауабымыз қозғалыс қауіпсіздігіне көз жеткізіп, солға бұрылу. Қай көлік құралының жүргізушісі кері бұрылу ережелерін бұзады? Егер қиылыстан тыс жерде кері бұрылған кезде сол жақ шеттен маневрді орындау үшін жолдың жүру бөлігінің ені жеткіліксіз болса, онда жолдың жүру бөлігінің тек қана оң жақ жол жиегінен бұрылуға жол беріледі. Бұл ретте жүргізуші бағыттас немесе қарсы келе жатқан көлік құралдарына жол береді. Сондықтан дұрыс жауабымыз екеуі де ережені бұзбайды. Осы жағдайдағы сіздің әрекетіңіз. Дұрыс жауабымыз маневрдің қауіпсіздігіне көз жеткізіп, оң жақ жолаққа қатар ауыстырасыз. Біз артта өте қатты жылдамдықпен келе жатқан мотоцикл жүргізушісіне көз жеткізіп және оған жол беріп, одан кейін барып оң жақ жолаққа қатар ауыстырамыз. Сізге осы жағдайда солға бұрылу кезінде қандай әрекеттерді орындау ұсынылады? Бұл ретте маневр қауіпсіздікті сақтай отырып, жүзеге асырылады және жол жүрісіне басқа қатысушыларға кедергі туғызбайды. Сигнал беру жүргізушіге артықшылық бермейді
және оны сақтық шараларын қолданудан босатпайды. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізге қозғалыс қауіпсіздігіне көз жеткізіп солға бұрылу. Бұл дегеніміз біз мотоцикл жүргізушісіне жол беріп, содан кейін солға бұрыламыз. Осы жағдайда сізге қай траекториямен қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі? Ең алдымен осы белгіге назар аударайық. Бір жақты жүру жолының аяқталуы деген белгі саналады. Ол дегеніміз, осы қиылысқа дейін бізде бір жақты жүру жолы болады. Ал қиылыстан кейін бізде екі жақты жүру жолы болып саналады. Сондықтан D траектория бойынша бізге оңға бұрылуға рұқсат етіледі. E траектория бойынша тура бағытта бізге рұқсат етіледі. Белгі орнатылған. Тіркемесі бар көлік құралдарының қозғалысына тыйым салынады. Жол белгісі кез келген түрдегі тіркемелері бар жүк автомобильдері мен тракторлардың қозғалысына тыйым салынады. Осы жағдайда бізде жеңіл көлік, сондықтан E траектория бойынша бізге рұқсат етіледі. Ал A және V траектория бойынша кері бұрылуға тыйым салынады, өйткені біз қарсы жолаққа шығамыз. Траектория C бойынша солға бұрылуға тыйым салынады, өйткені біз алдын ала сол жақ жолаққа қатар ауыстырып, сол жолақпен ғана солға бұрылуға рұқсат етіледі. Сондықтан бізде дұрыс жауабымыз E және D траектория бойынша рұқсат етіледі. Қай көлік құралының жүргізушісі кері бұрылу ережелерін бұзады? Егер осы қағидалардың бірінші қосымшасына сәйкес 5-8-1 немесе 5-8-2 белгілерімен жолдың жүру бөлігінің жолақтарымен жүру бағыты көрсетілмесе, сол жақта жолдың жүру бөлігімен бір деңгейде орналасқан бір бағыттағы трамвай жолдары болған кезде сол жаққа және кері бұрылу солардан бастап орындалуы тиіс. Бұл жағдайда бізде белгі орнатылған, сондықтан біз осы жолақпен кері бұрылуға рұқсат етіледі. Дұрыс жауабы сары жеңіл автокөлік жүргізушісі ережені бұзды. Қай суретте жеңіл автомобиль ережелерді бұзды? 4-1-1 белгісі алдында белгі қойылған жүру бөліктерінің қиылыстарында қолданылады. Бұл дегеніміз төменгі суреттегі жеңіл автомобиль солға бұрылуға тыйым салынады. Бұл көлік ережені бұзды. Өйткені белгінің қолдану аймағында тек қана тура жүруге міндетті. Бұл жағдайда қандай жеңіл автокөліктің жүргізушісі маневр жасау ережелерін бұзады? Дұрыс жауап тек қызыл жеңіл автокөлік жүргізушісі. Кері бұрылуға жаяу жүргіншілердің өткелдерінде және тротуарлардың немесе жол жиектерінің сызығы бойынша жол қиылыстарында тыйым салынады. Осы жағдайда қандай көліктің жүргізушісі маневр жасау ережелерін бұзады? Дұрыс жауабымыз жасыл жеңіл автокөлік жүргізушісінен басқасының бәрі. Қызыл автокөлігіміз кері бұрылуды жаяу жүргіншілер өткелдерінен жасап отыр. Сондықтан ол ережені бұзуда. Сары және көк автокөлік жүргізушілері оңға немесе солға бұрыларда қарсы жолаққа шықты. Осы жағдайда сізге қандай бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі? Реттеушінің сол жақтан мұндай қимылы кезінде рельсіз көлік құралдарына барлық бағытта жүруге рұқсат етіледі. Бірақ бұл ретте орындалудың қатарлығы ескерілу тиіс. Сол жақ жолақтан тура солға немесе кері бұрылуға болады. Осы жағдайда сізге басып озу рұқсат етіледі ме? Бұл жағдайда реверсивтік қозғалыс жүзеге асырылатын жолақты пайдаланып басып озуға тыйым салынады. Бұл жолаққа шығу тек реверсивтік бағдаршамның рұқсат беру сигналы, төмен бағытталған бағыттаушы түріндегі жасыл сигнал кезінде ғана мүмкін болады. Сіз солға бұрыларда кімге жол бересіз? Жасыл, плюс тәрізді сигнал қарсы бағыттағы көлік құралдары үшін бағдаршамның тыйым салатын қызыл сигналы қосылғанын хабарлайды. Сондықтан солға бұрыларда сіз ешкімге жол бермей солға бұрыласыз. Қай көлік құралының жүргізушісі жол қиылысынан соңғы болып өтеді? Жедел қызметтердің көлігі көк түсті жарқылдауық маяк пен арнайы дыбыстық маяк қосылған кезде артықшылыққа ие болады. Сондықтан бұл көлік бірінші болып өтеді. Екінші жасыл көлік жүргізушісі, өйткені бұл басты жолмен бұрылады. Үшіншісі көк көлік жүргізушісі, өйткені бұл көлік оң жақтан сары көлікке кедергі болып саналады.
Екі көлікте екінші дәрежелі жолда тұрғандықтан оң жақтан кедергі ережесін қолданылады. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде сары түсті автомобиль жүргізушісі соңғы болып өтеді. Қай көлік құралының жүргізушісі жол қиылысынан екінші болып өтеді? Көк және қызыл түсті жарқылдауық маяк іске қосылған және арнайы дыбыс сигналын қосылған көлік бірінші болып өтеді қиылыстан, өйткені ол басшылыққа ие болады. Бұл қиылысымыз бізде тең мағыналы болып саналады, өйткені бізде бағдаршам жоқ және де басымдылық белгілері жоқ. Сондықтан біз оң жақтан кедергі ережесін қолданамыз. Жасыл көлік көк пен қызыл көлікке оң жақтан кедергі болып табылады. Сондықтан жасыл көлігіміз екінші болып өтеді қиылыстан. Қай көлік құралының жүргізушісі осы жағдайда жол беруге міндетті? Қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдақ маяк қозғалыста артықшылық бермейді және қозғалыстың басқа мүшелерінің қауіп туралы ескертуге қызмет етеді. Тең мағыналы жолдардың қиылысында рельсіз көлік құралының жүргізушісі оң жаққа жақындаған көліктерге жол беруге міндетті. Сондықтан бізде дұрыс жауабымыз жүк көлігінің жүргізушісі. Жүруді жалғастыру үшін қай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл сигналы оң қолы алға созылған. Сол жақтан бізге барлық бағыттарға жүруге рұқсат етіледі. Көк автомобильге солға немесе кері бұрылуға, қызыл көлікке тура немесе оңға бұрылуға, ал алдыңғы жағынан жасыл көлікке тек қана оңға рұқсат етіледі. Артқы жағынан немесе оң жағынан жүруге тыйым салынады. Сондықтан дұрыс жауабымыз көк, қызыл және жасылға. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге тыйым салынады? Реттеушінің бұл жағдайында қолдар бүйірге созылған немесе төмен түсірілген кезде сол және оң жақтан рельсіз көліктерге тікелей және оңға жүруге рұқсат етіледі. Ақ көлікке тура немесе оңға рұқсат етіледі. Жүк көлік солға бұрылуға тыйым салынады. Сондықтан ол реттеушінің басқа сигналын күту керек. Реттеушінің алдынан немесе артынан жүруге тыйым салынады. Сондықтан дұрыс жауабымыз мотоциклге, жүк автокөлікке, автобусқа жүруге тыйым салынады. Реттеушінің белгісіне сәйкес қай көлік құралдарына және қай бағытта жол қиылысынан өтуге рұқсат етіледі? Бұл реттеушінің сигналы оң қол алға созылған. Сол жағынан барлық бағыттарға рұқсат етіледі. Бірақ ақ көлік оң жақ жолақтан тұрғандықтан оған тек қана тура немесе оңға рұқсат етіледі. Кеуде жағынан тек қана оңға қарай рұқсат етіледі. Мотоциклға тек қана оңға рұқсат етіледі. Оң жағынан немесе арқасынан жүруге тыйым салынады. Сондықтан бізде дұрыс жауабымыз мотоциклге оңға, жеңіл автокөлікке тура және оңға жүруге рұқсат. Қай суретте жүргізушілер реттеушінің белгісіне сәйкес ешқандай ереже бұзбай қиылыстан өтті? Дұрыс жауабымыз сол жақтағы суретте. Өйткені реттеушінің бұл белгісі болған жағдайда оң жағынан немесе сол жағынан тура немесе оңға жүруге рұқсат етіледі. Суретте реттеушінің бұл сигналында арқа жағынан немесе бүйірден жүруге тыйым салынады. Осы траекториялар бойынша жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына бағдаршам сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Бағдаршамның қосымша сигналына сәйкес трамвайға және жеңіл көлікке тура бағытқа жүруге рұқсат етіледі. Ал мотоцикл жүргізушісіне солға бұрылу үшін бағдаршамның басқа сигналын күту қажет. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге тыйым салынады? Реттеушінің бұл сигналы оң қол алға созылған. Сол бүйір жақтан трамвайға солға, рельсіз көлік құралдарына барлық бағыттарда жүруге рұқсат етіледі. Кеуде жағынан барлық көлік құралдарына тек оңға жүруге рұқсат етіледі. Оң бүйір және арқа жағынан барлық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады. Сондықтан жүк көлігіміз арқа жағынан болғандықтан оған жүруге тыйым салынады. Сізге осы жағдайда оңға бұрылуды орындауға кірісуге рұқсат етіледі ме? Сіздің алдыңызда 2-4 жол белгісі орнатылған. Жүргізуші қиылысатын жолмен жүретін көліктерге жол береді.
жол беріңіз, кедергі жасамаңыз. Бұл жол қозғалысына қатысушының қозғалысты бастамайтынын, жаңартпайтынын немесе жалғастырмайтынын білдіреді. Егер бұл оған қатысты артықшылығы бар басқа қозғалысқа қатысушылардың қозғалыс бағытын немесе жылдамдығын өзгертуге мәжбүр етуі мүмкін болса, ешқандай маневр жасамайды. Сондықтан дұрыс жауабымыз рұқсат етіледі, егер бұл жүк көлікке кедергі туғызбаса. Жүк автокөлігіне жол бересіз бе? Сіз жүріп келе жатқан жол автомагистраль 5-1 жол белгісімен белгіленген. Бұл оны іргелес жолға қатысты басты жол етеді. Тең дәрежелі емес жолдардың қиылысында екінші жолмен келе жатқан көлік құралының жүргізушісі басты жолмен келе жатқан көлік құралдарына жол береді. Тиісінше, сіз жүк көлігіне жол беруге міндетті емессіз. Бұл қиылыс тең мағыналы болып саналады ма? Келесі шарттар орындалған кезде қиылысу тең мағыналы болады. Бағдаршамдар мен реттеуші жоқ, басымдық белгілері жоқ, басты жол беріңіз. Сондықтан дұрыс жауабымыз жоқ. Бұл қиылыс тең мағыналы болып саналады ма? Келесі шарттар орындалған кезде қиылысу тең мағыналы болады. Бағдаршамдар мен реттеуші жоқ, басымдық белгілері жоқ, басты жол немесе жол беріңіз. Сондықтан жауабы иә. Солға бұрылған кезде жасыл автомобиль жүргізушісі бағдаршамның рұқсат етуші сигналы бойынша солға бұрылған кезде немесе кері бұрылған кезде жүргізушісі қарсы бағыттан тура немесе оңға қозғалушы көлік құралдарына жол береді. Сондықтан дұрыс жауабымыз жеңіл автокөлікке жол береді. Достар, бәрі сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деп үміттенемін. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл бізге дамуға және де одан да көп пайдалы контент жасауға көмектеседі. Емтихан сұрақтарын жеңілдікпен алғыңыз келсе, WhatsApp-қа жазыңыз. Назарларыңызға рахмет, жолдарыңыз ашық болсын және қауіпсіз жүріңіздер.